Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі сабағына қош келіпсіңдер. Балалар, бүгін сабағымызда тақырыбын айтпас бұрын, тақырыпты бастамас бұрын мен сендерге бір жұмбақ жасырғанды жөн көріп отырмын. Ендеше, мына жұмбақты оқи қояйықшы. Ал кім? Әсел оқи қойшы. Тұмсығымен ұяды, ұя салып қояды. Табыңдаршы балалар, ол қандай құс болады? Ал табыңдаршы балалар, ол қандай құс болады екен? Ал Нұртас жауап бере қой. Тоқылдақ. Тоқылдақ. Дұрыс айтты ма балалар? Иә, дұрыс иә. Тұмсығымен ұяды, ұя салып қояды. Табыңдаршы балалар, ол қандай құс болады? Тоқылдақ. Ал енді, тоқылдақ қандай құс болады? Тоқылдақтың қандай құс дейтін едік? Ал Нұрасыл? Орман емшісі деп атайды. Иә, тоқылдақ орман емшісі. Енді балалар, жұмбақтан қарамен жазылған сөзді тауайықшы. Ол қандай сұраққа жауап беріп тұр? Кән Назерке? Тұмсығымен. Тұмсығы деген түбірге мен деген көмекте септігін жалғау жалған тұр. Қандай сұраққа жауап беріп тұр? Немен, тұмсығымен. Немен, тұмсығымен. Дұрыс айтасың. Тұмсығымен. Балалар, енді тұмсығымен қарамен жазылған сөзіміз немен деген сұраққа жауап беріп тұр екен. Ендеше балалар, бүгін біз сендермен көмектес септігін өтетін боламыз. Тұмсығымен сөзі немен деген сұраққа жауап береді, көмектес септігінің сұрағы. Ал ендеше балалар, көмектес септіктері кіммен, немен, кімдермен, нелермен деген сұрақтарға жауап береді. Көмектес септігінің жалғаулары мен, бен, пен деген жалғаулар жалғану арқылы жасалады. Ал ендеше балалар, тоқылдақ жайлы кішкене мәліметтер өтейін. Тоқылдақ ұсақ және орташа келген орман құсы. Елімізде тоқылдақтың 9 түрі кездеседі. Көктемде тоқылдақтар ағаш діңіне 2,5 метрден ұясы жасап балапан шығарады. Тоқылдақтың негізгі жауы тиін. Тиін тоқылдақ жұмыртқаларын жеп, ұясын бұзып кетеді екен. Тоқылдақ деген құсты біз орман емші дейміз. Дұрыс айтты ма Нұрасыл? Ормандағы ол керек емес құрт құмырсқаларды жеп, орманды зиянды жәндіктерден тазартады екен. Ал ендеше келесі тапсырмаға қараймыз. Оқулықтағы 70-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді түсініп оқы деген. Ал ертең мәтінді оқи қойшы. Құрлықтың айнала сумен қоршалған бөлігі арал деп аталады. Бір-біріне жақын жатқан аралдар тобы аралдар шоғырын құрайды. Оны топарлар дейді. Теңіз толқындары жүздеген жыл бойы жағаны шайып ұзады. Одан құрлықтың белгілі бір өңірін бөледі. Әуелі әлгі жер бөлігі құрлықпен жіңішке мойнақ арқылы жалғасып жатады да түбек деп аталады. Бірте-бірте мойнақты су бұзғаннан кейін арал пайда болады. Ал балалар, мәтінге қандай ат қойсақ болады екен? Назерке жауап бере қойшы. Мәтінге арал деп қоюға болады. Себебі мәтіннің тақырыбы арал теңізі туралы жазылған. Арал теңізі туралы ма? Арал туралы жазылған, я? Ал балалар, арал деп ат қойсақ болады екен. Арал дегеніміз кішкене. Арал дегеніміз деген арал қалай пайда болады екен? Аружан жауап бере қойшы. Арал жүздеген жылдар бойы мойнақтың шайылып жоқ болғаннан соң түбек пайда болып, сол жер бетіне шыққаннан соң арал пайда болады. Өте дұрыс айтасың, Аружан, өте дұрыс айтасың. Арал пайда болады екен. Судың мойнақ жиылып, одан арал пайда болады. Отыра қойыңдар. Ал мәтінге біз дұрыс ат қойдық па? Арал деп дұрыс ат қойдық. Ал енді сендерге сұрақ. Мәтіннен көмектес септігінде тұрған сөздерді тап. Мәтіннен көмектес септігінде тұрған сөздер бар ма мәтінде? Қай Назерке жауап бере қойшы? Сумен. Себебі су деген түбірімізге көмектес септігінің мен деген жалғау жалған тұр. Ол көмектес септігі бола алады. Және де екіншісі құрлықпен. Құрлық деген түбірге көмектес септігінің пен деген жалғауы жалған тұр. Бұл мәтін
иә. Ал өз ойымызды, өз пікірімізді дұрыс дәлелдедік пе, тексеріп көрейікші. Мысалы, сумен бұл көмектес септігіндегі сөз өйткені немен деген сұраққа жауап береді. Су түбірге көмектес септігінің мен деген жалғанып тұр екен. Өте дұрыс айтасың. Отыра ғой. Ендеше балалар, сендерге шығармашылық үзіліс ойлан тақ әдісі арқылы мен сендерге доптар алып келгенмін. Осы доптарды әрқайсының өз қақпасына саламыз. Біз 7 септікті өттік, қазақ тілінде неше септік бар екен? Кім жауап береді? Аяғы жауап бере қойшы. Қазақ тілінде 7 септік бар. 7 септік бар екен. Біз олардың бәрін өттік, қандай септіктер? Атау септік, ілік септік, барыс септік, табыс септік, жатыс септік, шығыс септік, көмектес септік. Ал жарайсың, отыра ғой. Ендеше біз бүгін 7-ші септік, көмектес септікті өтіп жатырмыз. Сендерге доптар дайындап келдім. Ол доптарды өз қақпасына салатын боламыз. Ендеше, мына жерде бір допты алып, өз қақпасына саламыз. Қан Айбеке жауап бере ғой. Бірінші допты аламын. Доппен, немен, доппен, көмектес септігінде пен деген жалғау жалғанып тұр. Жарайсың, қане өз қақпасына сала ғой. Келе ғой. Мына жерде келе ғой. Доптан. Бұл шығыс септігінің Қай жерде келе ғой. Тан деген шығыс септігінің жалғау жалғанып тұр. Жарайсың, өз қақпасына сала ғой. Жансая, келе ғой. Доптан. Неге бұл жатыс септігіндегі неде сұрағына жауап беріп тұр. Әдемі келе ғой. Әсел келе ғой. Бұл табыс септігіндегі сөз. Доптар. Нені? Доптар. Жарайсың. Өз қақпасына сала ғой. Допқа. Бұл барыс септігіндегі Сұраққа жауап берді. сұраққа жауап берді. Ал сала ғой өз қақпасына. Доптың бұл ілік септігіндегі тым деген жалғауына жауап беріп тұр. Менің доптым. Келе ғой. Келесі соңғысы. Нұртас келе ғой. Доп. Бұл атау септіктегі доп сұрақтарына доп дегенге жауап береді. Қандай сұраққа жауап беріп тұр? Не? Жарайсың, біле ғой. Ал енді Расул кел. Оқи ғой. Атау септік доп, ілік септік доптың, барыс септік допқа, табыс септік допты, жатыс септік допта, шығыс септік доптан, көмектес септік доппен. Жарайсыңдар.